Беташардың да өз мәдениеті мен әдебі бар. Келіннің бетіне ақ түсті орамал жабылады. Ақ түс пәктіктің белгісі. Келін кіршіксіз күйде жаңа әулетке, руға, әлемге таза қалпында енсін деген астар бар. Келіннің жүзі жасырылған орамалға қызыл, ақ, жасыл түсті 3 орамал жалғап байлаған. Қызыл түс қыздың дәуренің өтті. Ақ түс ақ жаулықты ана бол. Жасыл түс үбірлі шүбірлі әулетті өрсің кеңейсін деген сөз. Aynalayın benim gene balam. Ay. Құрметтеп келінді қарсы алайықшы ағайын. Келін ашқаным, жаңа жұртқа қосқаным, шаш үлкенде сыйлап жүр, құрмет қылып жасқаным. Балалық болып қосаған, адалдан бала тап келен. Келдар қосы әулеттегі алға салсаң айбатың болған, бетке ұстасап беделі болған бірге үлкен ақсақалдарға қос сәлем салып қояйық. Мынау сізге де жұғысты болсын, орамалдың ұшында теңгесі бар байланған. Мынау сізге. Рахмет. Енді мына бір орамал ет қалды, ол мына таяқ ұстаған балаға осы той жұғысты болсын деп, осы мінекей осы біздің мінекей азаматтың інісі, бұл енді қайынысы ғой ұстап атқан. Осыған жұғысты болсын дейміз. Ал азамат қай деген азамат келе ғой. Тілеген таңның арайын. Аумин. Жаратқан өзі жар болып, айтқаным келсін лайым. Аумин. Қадамдарыңыз құтты болсын. Дастархандарымыз әрдайым тек жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Аумин, аумин. Аумин, аумин. Келіннің қолынан шай ішейік онда. Келіннің қолынан шай ішіңіздер дастарханға келіп. Ал мына келін келсін мына жерге. Мына құрақты өзім құрағамын. Мына әулетті үлкейтіп, кеңейтіп, мына құрақтай үлкейе берсін. Бәрекелді. Жақсылық. Аумин. Келіннен қолынан шай ішіңіздер. Ал ағайын, ағайын, бір кәдең ау жарайын, бетін ашып. Қабілет, жарылқаудың қабілет, зет, абырой, бақ дәулет, не тілесең соның бәрін қабілет. Бүгінгі түсіп атқан келіннің қадамы құтты болсын, екі жас бақытты болсын.